Мен де солай ойлаймын, ал сіз қалай ойлайсыз? Политехникалық институт қалай жасты? Келесі болып сіздердің алдарыңызға шығатын қандай факультет деп ойлайсыз? Келесі болып сахна төріне ветеринарлық медицина және мал шаруашылығы институты шақырылады. Раз, Доминикуш, раз. Get
тілімен байланыстырған нар тұлғалы, өнермен қаруланған Жәңгірхан жастары. Добрый день, настоящие ценители искусства, зрители и почетные гости нашего фестиваля. Hayırlı gün, bilimнің биігін көздеген, ғылымның шыңын ашқан профессор-оқытушылар құрамы. Және еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы, құрметті жастар. Ендеше, ветеринарлық медицина және мал шаруашылығы институты ұйымдастырып отырған тәуелсіз елдің таланттары атты мерекелік кешімізді ашық деп жариялаймыз. In modern Kazakhstan, the gay role of youth as a special social group is becoming increasingly obvious. Елбасы саясаттың сабақтастығы негізінде модернизацияланып жатқан Қазақстанның іргелі ресурсы бұл жастар екені анық. Тәуелсіздікті нығайтты, мәңгілік елді орнату үшін басты қажеттілік ел бірлігі, ынтымағы, азаматтардың еңбекқорлығы және білімді жастардың қалтқысыз қызметі болып келеді. Ал Аида Бақытхан, қалай ойлайсыңдар? Біздің университетіміздің студенттері осындай жауапкершілікті алып жүре ала ма? Мысалы, бүгінгі кешті айтатын болсақ, мен екі жақты өнерді алып жүре алмас едім. А я думаю, что наши студенты могут выступать в двух, даже в трех номинациях. Например, я и ведущая, и умею играть на национальном инструменте. Олай болса, институтымыздың аспапта ойнайтын Musical West тобын қарсы алыңыздар.
жақын көрме. Жақсы атансан басқаның хақын жеме. Жақсымын деп момынның малын жеме. Жаман адам сол бұлар мақұл деме. Адам баласы тумысынан жақсылыққа да, жамандыққа да бейім жаратылған. Бұл екеуі бір-бірімен астасып жатқан қасиеттер. Осы орайда институтымыздың 2-ші курс студенті Ғани Айдардың қаламынан туындаған өмірдің ағы мен қарасы атты авторлық шығармасын көрсетіп сахналайтын біздің көркем сөз шеберлерімізді қарсы алыңыздар. Бүгін күз сәтін салса ертең көктем. Пенденің бақпасына нұрын сепкен, бір пенде бір күнәні жүктеп алды. Сол туралы айтайын бастан өткен. Демеймін, оны күтті, сені күтті. Сені көріп, сенім мен сезім кетті. Алланың маған берген сыйы шығар, жолыма бір әмиян бұйырыпты. Алдымнан арайлана ақтан шықты, демеймін, осы ісім мақтанышты. Іздеген мұратына жетеді деуші еді, ал көрген тапқан шіркін тапқандығы. О, пенде, сен де бар, бәрі де бар. Ақша да, абырой да бәрі де бар. Қалтаңа салдашан кете берші, көз көр, көрмегенде қолымен ал. Естелік сияқтан бессен кетпей, қаласың балмасан көшке жетпей. Кім көрсе бәл алат ақшаны да, сен алсаң, шіркін ай, ештен етпейді. Адамның көрсеткен дарын, имандылығымен иман. Сыртта демі болғанмен, іші шығар беймар. Кетеді сосын көз дара, артыңнан ерер сөз ғана. Кімдік екенін білмейсің, рұқсатсыз бірақ қозғана. Адамдар келет мұнда да, әмияндал қосқа да, пенденің ой ақшада періштелерді тыңдама. Демеймін оны тыңда күн, ақшаның өзі бір бақыт. Алмай қап жүрсең ерде, кетерсің сосын қырға. Жүректің оты сөніп тұр, иесін оның жолықтыр. Бұл жерде ешкім көрмесе, төбеде Құдай көріп тұр. Бақытты солай айталып, кетеді көңіл жай тауып. Жақсылық жаса ниетпен, әмиянды беріп қайтар. Жолым болмады бүгінде, қарашы, құрсын түріме. Кешіріңізші өтініш, әмиянымды көрдің бе? Құлдырау, және қорқыныш, мейірім және шолқыныс. Ол ақша досым сенікі, бермеші оған өтініш. Сөзімді менің қарсын, шалынсын, мейлі құласын. Әмиянды беріп қоятын, ақымақ емес шығарсың. Кім деме оны сен деме, иманың бар ғой кеудеңде. Бала соның тым сырқат, ақшасын бершем деуге. Айтамын саған қайталап, көңілің солай жайқалап. Әмиянды бер қайтарып, Алла да саған қайтарып. Жамандық шіркін жоқ болсын, ойлаған осы сәт болсын. Жақсылық жасап адамға, жақсы адамдар көп болсын. Родился в глубокой древности, и так как и песня, он связан с бытом своего народа. Танец позволяет рассказать окружающим о своих чувствах и переживаниях. Олай болса, өздерінің керемет туындыларымен институтымыздың атын шығаратын ұлттық бишілерімізді қарсы алыңыздар.
Аида, бағанадан бері байқайым көңіл күйің жоқ секілді ғой. Да, Бахтхан, знаешь, мне не хватает чего-то веселого. Олай болса, сен көңіл күйін көтеру үшін бір әзіл айтып берейін. Ну давай послушаем. Білесің ба, мен кеше 9-шы этаждан құладым. Қолым сынды, аяғым сынды, саусақтарым сынды. Бірақ бетім әппақ болып қалды. Рахмет саған, Сейгірт. Что? Бахтхан, на твои шутки невозможно смеяться. Давайте лучше встретим наших любимых КВНчиков. Они-то знают толк в шутках. Құрметті басқа институттың жігіттері, қастарыңызда отырған қыздарды ұстап отырыңыздар. Өйткені веткақтың жігіттері оянды. Кеш Құрметті көрермендер, біздер бүгін ойға мықты дайындықпен келдік. Мықты дайындықпен келгеніміз соншалық біз ағаларымыз қатерін істемеуімізді шештік. Біз командаға қыздар алдық, қыздың рөлін қыз ойнау керек. Ағалар біз банковочек славин деп отыр ғой. Батқанлық құламай деп отыр, бірдеме дейік та? Айтайық. Қыздар, осы сендер ремен шыққан білесіңдер ма? Я, білеміз. Ондан не жолдың қақ ортасына, бүйтуді қоймайсың. Алдай қойшысын сондай, не қызаға Абла пересап, қойындаршы, не айқай мұны? Дайындықта да осы айтана сөйлесін. Шаршадым мен сендерден. Қыздар, жігіттер ұрсуымызды қойып, біздің құдірет шында тез шаршап қалады. Күдің құдіретте шашақ қуатты. Қалай тез шаршап қалады? Алдында футболда бірінші таймнан кейін шаршап қалған өзің емес пе? Жігіттер, қараңдар. Жалпы статистикаға сүйенсек, әр әдемі қыздың қасында бір түрі онша емес қыз болады да. Сол қайсын түрің әдемі, қайсын түрің онша емес, ажырата алмай қалдық қой. Бәрін статистика туралы айтып отырып қой. Мен де статистикаға сүйене кетейін. Негізі ер азаматтар маймылдан сәл ғана демалса жетпейді. Ал сіздер маймылға да жетпейсіңдер ғой. Алау кейін горилла деп отыр ғой. Қайсың көзім ойнауға жеңе отқан? Мен? Қойындар. Дәл осындай көңіл күйде махаббатқа той болған бейе құрамасы. Біз жалғастырамыз! Құрметті көрермендер, тамашалаймыз. Әке бүркіт пен бала бүркіттің әңгімесі. Әке, қайда баратырмыз? Бір жерге баратырық балам. Әке, айтшы, қайда баратырмыз? Қазір айтам балам. Әке, қанатын талқат, қайда баратырмыз? Қыздарға баратырық балам. Манадан солай демейсің, әке! Рахмет. Келесі тамашалайтындарыңыз интернетте танысқан қыз бен жігіттің кездесуі. Бүгін мен қызбен танысам, фигурасы оның 90-60-90. 90-60-90. Мен оны үйіне дейін шығарып салып, сүйіп алам. Ақай, бүгін мен жігітпен танысам.
шашып отырды оған. Тоқташ, мындан бір жерден көрген сияқтың бар ғой. Түсінде көрдің бе? Қоңаш тебе түсіре сыймайсың ғой. Жігіттерімді келдірші. Осы кем осы, бәсі осы. Оралым туғанымдай мекенімсің, бұқату оралымның жүрексің. Келгенде құшақ жайған өзің едің, атағың доллар ұқса өсе берсін. Бұқатудың дәрежесін облыстық деңгейде көрсеткісі келетін BI құрамасы. Рахмет. Жанды даусымен, сахнада өзіндік ырғағымен баурап алатын Ғалымжан қызы Жанна мен Бақберген Шапағатты екеуің әнімен қарсы алыңыздар. Yeah.
rhythm of modern life. Person should feel it. We are inviting such people. Group MAD will dance for you.
бабаларымыздың ерлік жолындағы табандылығы бүгінде айбыны. Аспан тіреген тәуелсіздік тұғырын биіктетті. Қазақстан алпауыт мемлекеттердің біріне айналды. На сегодняшний день Казахстан является крепкой, стабильной, экономически сильной страной. Уникальный путь Казахстана, который он преодолел за четверть века, велик. Сіздермен бірге болған ветеринарлық медицина және мал шаруашылық институты және бүгінгі кешіміздің көрікті жүргізушілері, менің көрікті жүргізушілері Амангелдиева Аида және Ситкалиева Альбина. И ведущий сегодняшнего вечера самый привлекательный парень Арилов Бахытхан. Осымен тәуелсіз елдің таланттары атты мерекелік концертіміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.